Енді бұл сұрақты өте орынды қойдыңыз. Қазіргі мұсылман бауырлардың өзінің ішінде осы сұрақ өте жиі қойылады. Қияметте алуға бола ма ақысын деген сияқты. Я болмаса бір мұсылман екінші бір мұсылман ренжітіп қойып жатса, өзімізде талай көзіміз көрді. Ертең мен сені қияметте алам дейді. Бұл мен айтар едім, мұсылман адам үшін жер бетіндегі ең ауыр сөз деп. Өйткені қиямет күні ол ана өзінің баласынан қашатын күн, сәбидің шашы ағаратын күн. Алла тағала қандай қылып суреттейді қияметтің қиыншылығын. Ал енді сен біреуден хақыңды алатын болсаң, сенен де хақысын алатын мыңдаған адамдар тұрады. Өйткені сен пендесің, мына дүниеде хақысына кіріп қойдың, оны өзің ұмытып кеттің. Ал енді Құдай тағала сені кешірем деп тұрса, пайғамбар өзінің басына қойдың қарнын төккен, түйенің боғын төккен, адамдарды кешіріп жіберіп жатса, сен неге кешірмеске? Керісінше дұға қылу керек. Ертең қиямет күні есепсіз жәннатқа кіретін мұсылмандар болады деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Солардың қатарында болып жәннатқа кірейік деп қайта кешірімді болу керек. Жәннатпен сүйіншіленген сахаба жүрегінде ешқандай кек сақтамайтын сахаба болды. Ал бұл сөзді мұсылманға айту ол өте ауыр. Адам сезіне білген адамға ол жай айта салмау керек ол нәрсені. Ол сөзді мұсылманға қолданбайтын сөз. Мына сираны оқып отырсың да, пайғамбардың хадисін оқысаң да, кешірім жайында өте көп хадистер бар. Кешірім жайында, Алла тағаланың мейірімі жайында. Ал енді сахабалардың өмірбаянынан алсақ та, олар бір-біріне бұл сөзді айтпаған ешқашан. Керісінше бұл дінсізге қолданылатын сөз. Омар ибн Хаттабтың баласын бір яхуди әйел жаңағы үйіне көмекке шақырып, жаңағы мас қылатын су беріп, мас қылып, сонымен зина істейді. Сонда жаңағы яхуди әйел Омар ибн Хаттабқа келіп айтады ғой: Омар, сен осы өңірдегі ең әділ адамсың дейді. Сол кезде Омар ибн Хаттаб: не болып қалды дейді. Сонда яхудидің айтқаны: өзіңнің балаң зина істесе сен не істер едің дейді. Омар ибн Хаттаб: менің балам зина істесе дүре соғар едім дейді. Ендеше сенің балаңды шақыртып осы жерге дейді. Шақыртып келген кезде баласының басы төмен қарап тұрады, төмен салбырап. Омар айтады: не болды, айт дейді. Сонда баласы айтады: әке, мына әйел мені үйіне шақырды бір нәрсеге көмекке. Сонда мен оған бір сусын беріп, соның ішінде мас болып қалдым. Есімді жисам осы әйелдің қасында жатырмын дейді. Сонда ана яхуди әйел тұрып айтады: ендеше әділ болатын болсаң жазасын бер, дүреңді соқ дейді. Сонда ана әйелді тұрғызып қойып, Омар ибн Хаттаб баласына дүре соқтыртады. Сонда дүрені соғып атқан кезде 80 дүреден кейін Омардың баласы қайтыс болады. Дүре өтіп кетеді. Сонда Омар ибн Хаттаб дүре соғып тұрған кісіге айтады: тағы да